Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат. Ғаламатта Арай Райспен бірге. Кез келген бизнес жасырын жарнама мен керемет маркетингтен құралады. Біз бірін білсек, бірін білмей жатамыз. Алайда ірі алпауыт супермаркеттер мен олардың жасырын маркетингін мен осы шығарылымда ашамын. Егер сізде қызықты дерек болып, осы ақпаратпен бөліскіңіз келсе, төменде комментарий қалдырып, YouTube арнамызға жазылыңыздар. Сіз супермаркетке кіргенде бірден сүт және нан өнімін байқамайсыз. Әлбетте, сүт нан өнімі дәліздің соңғы бөлігінде орналасады. Неліктен дейсіз ғой? Сіз сүт пен нанды алғанға дейін супермаркеттің барлығын аралап, керек болсын, керек болмасын көп затты алып кетесіз. Дәл маркетингалық шешім үшін бұл қолайлы. Сатушы көбірек сатуға заттар алу үшін нан, сүт күнделікті пайдаланатын өнімдерді түпкі дәлізге қояды. Алпауыт супермаркеттердің көбінде кіреберісте көкөністер мен жемістер орналасады. Неліктен дейсіз ғой? Байқап көрдіңіз бе? Егер байқап көрмесеңіз, осы түсірілімнен кейін міндетті түрде назар аудар. Себебі сен кірген бетте көкөністер мен жемістер бар, және олардың хош иісін сезінсең, сен сол супермаркетте барлығы бар және уақытлы келетін сезінесің. Сол хош иісінің арқасында сіз керемет көңіл күймен супермаркетті барынша ұзақ уақыт аралайсыз. Касса супермаркеттағы стратегиялық орынның бірі болып есептеледі. Онда сағыз, қажетті заттар, бір реттік заттар және балаларға арналған көптеген тәттілер қойылған. Бірінші касса мен екінші кассаның арасы тым жақын. Бұл нені білдіреді? Психологиялық тұрғыдан адам кезекте тұрғанда бірден алға кетуге, тезірек кетуге ұмтылады және де бос тұрмай жан-жағына қарап тұрады. Сол кезде қажет болсын, қажет болмасын бір реттік заттар, немесе қасыңызда балаңыз болса, балаңыз міндетті түрде тәттілер алғысы келеді. Яғни сіз кассада да бос тұрмай, көбірек саудаңызды жасап, көбірек супермаркетке табыс табуға әрекет жасайсыз. Сондықтан да стратегиялық тұрғыда дәл осылай орналастырған. Тауарларды орналастырудың өзіндік құпиясы бар. Бір қарағанда барлық тауар бір полкада тұратын сияқты. Және ешқандай ерекшелік жоқ. Алайда ол олай емес. Сіз арзан заттың қасындағы қымбат затты көргенде, қымбат заттың қасындағы арзан зат сізге анағұрлым арзан болып көрінеді. Алайда ол басқа заттардан қымбаттау. Сондықтан да сіз міндетті түрде қымбат заттың қасындағы арзан затты аласыз. Бұл да бір психологиялық тұрғыдан маркетинг жоба болып саналады. Бұндай системаны фастфуд ресторандарда қолданылады. Кіші, үлкен және орташа, немесе комбо түрлерінде. Егер сізге газдалған сусын ұсынатын болса, оның кішісі арзанырақ, орташа және үлкені берілетін болса, сіз міндетті түрде орташасын таңдап аласыз. Біріншіден, ол баға жағынан тиімді, екіншіден, ол көлемі жағынан үлкендеу. Алайда бір адам үшін газдалған сусынның бар болғаны кіші құттысы жеткілікті еді. Тауарларды орналастырудың ерекшелігі олардың бір құпиясы бар. Ерекшелік сүрелерде. Сүрелердің барлығы бірдей емес пе? Онда қандай ерекшелік бар дейсіз? Алайда сіз қымбат тауарлардың барлығы көз деңгейінде орналасады. Ал арзан тауарлардың барлығы төменде орналасқан. Балаларға арналған ойыншықтар, тәттілер, балаларға арналған қажетті заттардың барлығы бірінші қабатта, яғни баланың қол жетімді жерінде орналасқан. Бұл да бір сауданың көбірек жасауға арналған жарнамалық шешім болып табылады. Үлкен ірі сауда үйлерінде тағы да бір жарнамалық шешім бар. Ол айна. Неғұрлым айна көп болса, ол ұзын болса, көп жерлерде болса, әсіресе киім сататын жерлерде көбірек болса, ол бөлмеге визуалды түрде кең, жарық береді және өзіне сенімсіз, немесе өзін-өзі ұнамайтын, немесе өзін жиі айнадан көргісі келетін адамдар үшін әсіресе киім алған кезде жан-жағында айна болса сенімділік береді және осы киімді дәл өзіне жан-жақты тұрғыдан жарасып тұрғанын байқаған кезде ешқандай ойланбастан осы киімді сатып алады. Сондықтан да жарнама үшінде және де сатылым үшінде үлкен-үлкен айналарды киім сауда үйлері жиі қояды. Сіз осы ақпараттан кейін мен осындай арбауларға түспеймін, немесе супермаркеттағы қулықтарға алданбаймын, жеңілдіктерді дұрыстап таңдап мән берем деп ойлайсыз ғой? Қателесесіз. Себебі сауда жасайтын маркетологтар мен жарнама агенттіктері бұдан да көптеген қулықтар ойлап тауып, жарнамамен түрлі жеңілдіктер ойлап тауып, сіздің сауда жасауыңызға әркез қолайлы және үнемді етіп жарнама ойлап табады. Себебі біздің мақсатымыз ақша үнемдеу болса, олардың мақсаты неғұрлым бізге көп ақша жұмсату. Арай Райспен ерекше арнада ерекше ақпараттар.